Жол қозғалысы кезінде қауіпсіздік белдігі пассивті қорғаныс құралы болып табылса да, оның маңыздылығын көлік жүргізушілеріне түсіндіру мақсатында Маңғыстау облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының жол және техникалық қызметкерлері Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының өкілдерімен бірлесіп, жол көлік оқиғаларын тоқтату акциясын өткізді. Акция барысында Қазмұнайгаздың еншілес және тәуелді ұйымдары мен мердігер мекеме мамандары тренажер имитаторды практика жүзінде сынап көрді. Удар ощущается. Ремень кәдімгідей помогает. Это маленькая скорость, а он 15 километров, там, если представляете, 60 километров после, это уже действительно катастрофа. Бұл тренажер 12 км/сағат жылдамдықтағы қозғалыс кезінде бетпе-бет соқтығысуды сезініп, қауіпсіздік белдігін пайдалану қажеттілігін түсінуге мүмкіндік береді. Қауіпсіздік белдігін тақпау ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Жол көлік оқиғасы кезінде жолаушыны немесе жүргізушіні тек қана қауіпсіздік белдігі ғана құтқарып алып жатқанын кездестіріп жатамыз. Сондықтан көлік қозғалысына қатысушылардың барлығына да қауіпсіздік белдігін тағуды сұраймыз.